Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзім жасайтын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл нан өте ерекше, жұмсақ болып шығады. Ең алдымен бізге үстімізге бір ас қасық қантымызды, бір ас қасық тұзымызды және сұйық майымызды қосып, сұйық майымыздың барлығын қоспаймыз, жартысын қосамыз. Енді осының үстінен ұнымызды 3 бөліп саламыз. Бірден салсаңыздар, нанымыз қатты болып қалуы мүмкін, сондықтан да ұнымызды елеуіштен өткізіп 3-ке бөліп саламыз. Бірінші ұнымызды салғасын, оның үстінен дрожжды саламыз. Дрожжды ашытқымызды, яғни ұнның үстінен саламыз. Бір араластырып, екінші ұнымызды қосып, асықпай ұнымызды 3-ке бөліп саламыз. Осылай өте жұмсақ қамыр илейміз. Бағалдегі қосқан майымыздың жартысын енді осы кезде құйып, осымен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабысып тұрады. Осылай бетін пленкамен немесе пищевой пленкамен бетін жауып, 1,5 сағатқа қалдырамыз. Менің қамырым 1,5 сағаттан соң ашыды. Осылай көпсіп, 3 есе үлкейеді қамырымыз. Осы қамырымызды кішкене ұн сеуіп, қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Сіздер 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Менде 2 үлкен нан шықты. Осылай бөлінген қамырымыздан суала жасап аламыз. Суаламыз өте жұмсақ, әдемі болып тұр. Қамырымыздың иі қанып, әдемі болып ашқан. Енді осы қамырымызды дөңгелек етіп қолымызбен формаға келтіреміз. Осылай табамызды алып, табамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, немесе осылай мен сияқты үстін майлап, табамызды майлап, осылай нанымызды осылай пісіре берсеңіздер болады. Қолымызбен біркелкі етіп жасап алып, оның үстінен шаншқымен немесе осылай қолдың көмегімен осылай әсемдеп шықсаңыздар болады. Осы нанымыздың үстінен бір жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқаның үстінен күнжіт немесе мак сеуіп әсемдесеңіздер болады. Егерде достар менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналыма тіркеліп, осы видеом ұнаған болса, видеома лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Егерде менің каналыма тіркеліп қойған болсаңыздар, келесіде менің жаңа шыққан видеомды алғашқылардың бірі болып көре аласыздар. Осылай нанымыз осымен пісіп шықты. Нанымыз өте жұмсақ. Дәл осы рецептпен булочкиді де жасауға болады. Нанымыз өте жұмсақ болып шығады. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.